бізге қош келдіңіз. Өзіңізді таныстырсаңыз. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Айсагүл Ғаділбек болады, Серікұлы. Құлтал ауылы тұрғынымын. Ғалым атаға кім болып келесіз? Мен Ғалым атаға немересі болып келемін. Ол кісінің 5 баласы, 4 қызы бар. Сол үлкен баласы Серіктің баласының Ғалым атаның тұңғыш немересімін. Жақсы, рахмет. Біз Ғалым атаны ардагер ретінде танимыз. Ал сіз ардагер ретінде емес, өз атаңыз ретінде бір естелік айтып берсеңіз. Жақсы, мен атамыз марқұм былай жақсы, ақкөңіл кісі болды, адал жұмыс істеді. Осы коммунистік партияның мүшесі болды ол кісі. Мен есімді білгенде, ол кісі деген артық ештеңе үкіметтен алмайтын еді. Бір болашақта да бір не ғой, үлгі ғой ол да. Ол кісілер адал еңбек етті. Сосын бір күндері, сосын Ақсай мен Қызылталдың екі бұдасында сол аталарымызды бірге жүретін біздер. Аттарбамен, Атшанамен, атаммен, әжеммен. Бір айтып кеткен өсиеті атамның үкіметке жұмыс істе дейді. Мына 90-шы жылы заман өзгеріп жатыр ғой. Сонымен папа деп айттым ол кісінің. Папамның заман өзгеріп жатыр, енді заманға сай өмір сүру керек қой. Енді бірдеңе жеке кәсіп ашу керек дегенде, сол кісінің бір айтқан сөзі дәстүр есімде. Үкіметке жұмыс істе, балам, үкіметке жұмыс істесең не пропадешь дейді. Айтқан. Ол кісілер сол патриот кісілер болды ғой, сол ел үшін, халық үшін жұмыс істеген. Атаңызбен бірге атап өткен мерекелер есіңізде ме? Иә, есімізде ғой, иә. Ол кісі бұрында 1 май, 7 ноябрь деген мейрамдар болды. Теңіздік кезінде 9 май дейді. 9 майларда атамызбен бірге сол әжем бәріміз аттарбамен Ақсайға парадқа баратын едік. Ол кезде парад болды. Сол кезде фронтовиктердің бәрі жиналады. Соның қастарында жүретін білесіз. Сонда көрдім бірталайын фронтовиктерден, олардың әңгімелерін, соғысты көрген адамдар, олар ешқашанда соғыс жайлы айтпады. Ол кісілердің айтқан сөздері адам баласына соғысты көрсетпесін деді. Атамыз деген мақтаныш болды, үлгі болды. Ол кісі деген әрқашанда патриоттық сезіммен ұрпақтарын тәрбиеледі. Сол кісінің айтып кеткен өсиеттерімен біз сол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатырмыз. Жақсы, уақытыңызды бөліп бізге сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Сізге де рахмет, сау болыңыз, жолыңызға сәттілік тілеймін.